компас ретінде пайдаланған екен, оңтүстік пен солтүстікті ажыратуға. Қарағанға жоладым міне. Екі кене жабысты маған. Мәссаған. Прочный, сондай өлмейді басқан кезде. Өртемесеңіздер арнайы. Ассаламу алейкум құрметті достар. Сіздермен бірге ауыл әлемі арнасы. Көріп тұрғандарыңыз құмырсқаның илеуі. Құмырсқаның илеуі деген бұл құмырсқаның үйі, құмырсқаның панасы деген мағынаны білдіреді. Білмейтін жастарға әсіресе осы құмырсқаның илеуін біздің қазақтар, жалпы басқа да ұлттар пайдаланған, компас ретінде пайдаланған екен, оңтүстік пен солтүстікті ажыратуға. Оны қалай ажыратамыз? Құмырсқаның илеуін қарасаңыздар, былай склон болып тұр. Мына жағы көтеріңкі, мына жағы түсіңкі. Неге олай? Себебі күн түсу керек екен. Күн түсу керек. Оңтүстік жақ, көбінесе күн оңтүстік жақтан болады. Міне қазір көріп тұрсаңыздар, күн осы жақтан беріп тұр. Себебі құмырсқаға да керегі осы оңтүстік жаққа. Оңтүстік шығыс жаққа береді шамамен. Күн міне қазір түскі 12 сағат құмырсқаның илеуіне күн беріп тұр міне. Ал мына солтүстік жағына келетін болсақ, міне мынау солтүстік жағы, онда осындай көтеріңкі болады екен мына жағы. Және де қараған тұр. Бұяққа күн түспейді, оларға күн керек. Оларға күн ауадай қажет құмырсқаға да. Сондықтан да құмырсқа оңтүстік жақ болса, бұлай склон болады екен. Енді жалпы түсіндіре алдым ба, сіздерге түсіндіре алған жоғым ба? Солтүстік жағы көтеріңкі болады, оңтүстік жағы түсіңкі болады. Дәлел ретінде міне күн қазір беріп тұр. Керісінше салмайды бұлар. Заңдылық өздерінің. Себебі күн арқылы бұлар энергия алады. Күн арқылы активны болады екен. Егерде адамның енді басынан барлық нәрсе түсіп қалуы мүмкін ғой, сол кезде оңтүстік пен солтүстікті ажыратуға болған кезде құмырсқаның илеуіне мән беріңіздер. Келген нәрсе. Біздер мал іздеп жүрмін. Қараған деген өсімдік біздің ауылда кеңінен тараған. Осымен сыпырғыш жасайды. Енді айтайын деген нәрсе, осы қараған арқылы қарағанға жолама деп жатады үлкен кісілер. Себебі бұнда көктемде кенеге толы болады екен. Мен соны кеше көз жеткіздім. Осы тропинка, мынау малдың жолы. Осы малдың жолымен жүрген кезде мотоциклмен 3-4 кене жабысты ғой маған, 3-4 кене. Сондықтан да қарағанға көктемде жоламаңыздар. Себебі кене болуы әбден мүмкін. Сіздерге бір дәлел ретінде түсіргім келіп жатыр, бірақ сәтті шыға ма ол видео, кене бола ма, болмай ма, сол нәрседе айтып келіп тұр. Малға да осы қараған арқылы жұғады екен. Енді әсіресе бұлар қарағанның ең ұшар басына шығады екен да, мал осы жолмен өткен кезде жабысады екен. Мен қазір сіздерге дәлел ретінде бір түсіргім келіп жатыр. Қалай болады екен, сәтті шыға ма, шықпай ма, кене бола ма, болмай ма деген сияқты. Оған кенені көріп тұрған жоғым қарағаннан әзірге. Бір кенені көріп қалсам жақсы болар еді. Сіздерге бір өтірік айтпаған сияқты бір дәлел ретінде түсіргім келіп жүр. Маған да жабысып та жатқанда шығар бұл. Себебі мен қарағанның арасында жүрмін. Міне. Дәлел. Жақсы болды міне. Көріп тұрсаңыздар міне. Мәссаған, мынау деген бір міне 2 кене жүр міне. Қарағанға жоладым міне. 2 кене жабысты маған. Мәссаған. Енді бұл постановка емес, енді Алла сақтасын, ондай ойым жоқ постановка. Қарағанға жоламаңыздар, құрметті достар. Қарағанға жоладыңыздар. Осындай болады міне кене. Бұл деген бәле нәрсе, прочный, сондай өлмейді басқан кезде.
өртемесеңіздер арнайы. Саған енді шығу керек мына жерден. Қай жерде бар екен қайтты? Алла сақтасын. Айтқанымша болған жоқ сіздерге. Бұлар камуфляж ғой, сосын қарағанның түсімен бірдей екеуің. Ая алмайсыздар. Мынау бәрі қараған мынаны. Арасында тобылғы да бар. Енді қалай шықсам екен мына жерге. Кеше ғана мотоциклмен жүрген кезде қайттан жабысып жатқан шығар енді. Сіздерге бір дәлел ретінде түсіргім келіп еді. Сол жүзеге асты менің жоспарым. Мәссаған. Қарағанға жоламаңыздар, жатпаңыздар бұның түбінде. Мүмкін мына үлкендер айтып біз мән бермейтін едік жас кезде. Қазір жаспыз ғой, бірақ 30-дан астым мен енді өзім, орта буын. Сол кезде сенбей жататын едік. Көзбен көре алмайсыздар мынаны деген. Көзбен көре алмайсыздар. Арт жағымда қарап жүрейік. Көзге көрінбейді қарағанмен. Ешқашан білмейді. Осылай жүре берсең көре бересің деген осы міне. Қай жаққа арасына да кіріп үстімізде де жүрген шығар енді. Ондай бір жеркенішті нәрсе бұл кене арқылы ауру да жұғуы мүмкін деген сияқты. Жабысса инфекция жұқтыруымыз мүмкін. Солай. Сіздермен бірге ауыл әлемі арнасы, арнама міндетті түрде тіркеліңіздер. Комментарияға ойларыңызды жазыңыздар. Осы адамның денсаулығы турасында, кене турасында. Мен тағы кіріп жатырмын ғой қарағанға. Қараңыздар. Қайттан кене ғой мынау. Мәссаған. Жолап едім қарағанға, я. Мүлдем жоламау керек, категорически. Жағдай барынша енді. Одан кейін тазарыну керек, қарау керек. Мотоциклді мына жаққа қойып қойдым. Дәлел ретінде түсіргім келіп еді. Онымен жүзеге асты. Ойдағыдай барлығы. Бірақ қорқып тұрғаным кене қайттан бар ма деп ойлап тұрмын да. Солай, құрметті ағайын.